біз сендерге мына кітапты алып келдік міне дейді. Мына кітапты. Сосын бұл кітаптың ең үлкен дәрежесін қараңыздар. Фассалнаху аля илмин. Мына кітапты дейді алып кеп құр кітап ретінде құр түсіре салмадық біз. Мынаның ішінде дейді күллі нәрсені егжей тегжейлі түсіндірдік дейді. Қараңыздар. Фассалнаху. Күллі нәрсені детально деген мағынада бүгін шегесіне дейін түсіндірдік. Қорқам деген адам бар болса, сендім деген адам бар болса, дүние мен ақыреттің бақыты керек маған деген адам болса, күллі сол керек нәрсені фассалнаху егжей тегжейлеп қойдық дейді да. Аля илмин деген сөзге аударыңыздар. Күллі нәрсені қамтыған білімімнің негізінде дейді. Қарасаңыздар, қандай білім бұл? Алланың білімі, Құран. Өзіңіз ойлаңыз. Әлемдердің Раббысының білімі да мынау. Үлкен нәрсе бұл. Осыдан алаңдататын дүние тіршіліктері бізде қазір көп. Ал негізінде бұл Алладан келген, Аллах Тағаланың ғана білімі болды. Пайғамбарымыз Алла Тағаланың Раббысының білімін сөйлеген бізге. Оның білімі мына дүниені де қамтыған. Оның білімі ертең өлім періштесі келіп жан алатын сәтті де қамтыған, қандай болатындығын. Қабірдегі сұрақтарды қамтыған. Оның білімі барзах әлемін қамтыған. Оның білімі ертеңгі қияметтегі сиратты қамтыған. Кімнің тозақта, кімнің жәннатта екенін біледі қазір Раббымыз. Міне. Ол сол білімнің негізінде біз түсіндіріп отырық дейді. Егер мұқтаж болса біреу әлемдердің Раббысының біліміне, қандай үлкен дәрежеде Құранды көтеріп жатыр да Алла Тағала. Ал енді сондай біліммен түседі екен бұл адамзаттың бақыты үшін. Сосын біреу келеді екен де, ин хаза илля сихрун мубин дейді. Бір Құрайыштың дөкейі шығады да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қарап, мынау деген нәрсе бір анық сиқыр екен мынау дейді екен. Әне кеше кімнің баласы бұның дініне еріп кетті дегендей нәрселер. Ана әдейі жаңағы қоғамда сондай нәрсені азғыртады. Оп-оңай мынау бір сиқыр дей салады да, қараңыздар. Сосын Алла Тағала оған белгілеген күні бар азабы. Ол азап ажалы келмейінше Алла Тағала оған тиіспейді. Сол тиіспегендіктен Алла Тағала айтып отыр, дүние тіршілігі алдап тынды дейді сендерді. Сендер ойладыңдар Алла тиіспегеннен кейін бәрі осылай бола береді екен ғой деп. Шайтан соны әдемі қылып көрсетіп, Құранға қарсы шығарып қойды ғой. Адам баласын қараңыздар.